Көлік, жер немесе мүлік салығы бойынша қарызыңыз бар ма? Оның үстіне өсімпұлы да есептелді ме? Артық ақша төлеудің қажеті қанша? Оңай жолын таңда. Жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық жасау процесі басталды. Яғни борышкерлерге есептелген барлық өсімпұлдар алынып тасталады. Жылдың аяғына дейін осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Өсімпұлды жоюдың бір ғана жолы бар. Салық бойынша негізгі қарызды төлеуіңіз керек. 2019 жылдың 1 қаңтарына дейінгі мәліметке сүйенсек, республикамызда 1,5 миллионға жуық жеке тұлғаның салықтық берешегі бар. Олардың қарыздарының жалпы көлемі 20,9 миллиард теңге. Оның ішінде негізгі қарыз 14,3 миллиард теңгені, ал қосылған өсімпұл 6,6 миллиард теңгені құрайды. Ең көп сома немесе салықтық берешектің 70% көлік құралдарына салынатын салыққа, 12% жер салығына, ал 6,7% мүлік салығына тиесілі. Осы жылдың 1 шілдесіне дейінгі алдын алғы мәліметтер бойынша Маңғыстау облысы бойынша 77 мыңнан астам жеке тұлғаның 2 миллиард теңгеден аса қарызы бар. Құрметті салық төлеушілер, арнайы ешқайда барудың да керегі жоқ. Мемлекеттік кірістер органдары өздері күн сайын жеке тұлғалардың дербес шотын бақылау жасай отырып, негізгі қарыз төленген бойда өсімпұлды автоматты түрде алып тастайды. Салық берешегі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтынан немесе Қазақстан Республикасы электронды үкіметінің egov.kz порталы арқылы ала аласыз. Мемлекеттік кірістер органдары жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген. Алайда кәсіпкерлік қызметті жүргізумен байланысты 15 жылдан астам уақыттан бері салық бойынша қарызы бар жеке тұлғалардың салықтық берешектерін есептен шығарады. Асығыңыздар, рақымшылық 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады.